Совет одағының балдарымыз мына қорқыныш бойымызға ұялап қалған әлі шықпай жатырды. Ана тәуелсіздіктің балдары қорқпайды ештеңеден. Қазіргі балдар ештеңеден қорқпайды. Қазіргі балдардан наоборот біз қорқамыз. Балдар қорқпайды қазір. Қазір үйге, дүкенге соқпай, қолыңа ештеңе ұстамай, үйге жалғыз өзің кіріп келші. Сен бетіңе қарамайды, қолыңа қарап тұрады. Не алып келдің? Не әкелдің? Дай! Дай болғанда ертең аламыз ғой құрыс етіп. Жоқ, бар алып кел! Бар алып кел! Бір қарасаң басың салбырап кетіп жатасың дүкенге. Қазір балдар сондай. Біз баяғыда әке-шешеміздің қолына қарадық па үйге кіргенде? Енді анамыздың қолына арасында қарайтынбыз, әкеміздің қолына вообще қарамайтынбыз. Әкеміздің тек түріне қарайтынбыз. Әкеміздің екі түрі болатын, біреу сау түрі, біреу мас түрі. Сау түрімен келсе одан асқан подарка жоқ бізге. Өйткені бізді қорқытып өсірді. Бізді қорқытып өсірді. Қазіргі балдарды ұйықтатса да ютубпен ұйықтатады жүрді. Мейрамбектің әнімен, Жазираның әнімен. Ана әнмен ұйықтатып отырып, өзіміз ұйықтап қаламыз бірінші. Өйткені ән айтып бізді ешкім ұйықтатқан жоқ. Қазір балдармен ұйықтатам деп өзің ұйықтап қаласың. Бір қарасаң балаң үстіңе плед жауып жатады. Наоборот, олар бізді ұйықтатып тастайды қазір.